Құрметті оқырман, Өмір Ай каналынан басқа да қызықты, әсерлі әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, лайк басып, пікір қалдырып тіркеле кетіңіз. Авторы Әбдікерім Мұратов. Жесір жеңгемнің жоқтауы. Біз, майда шүйделер, үлкен атам мен оның бауырларының балаларының бәрін аба дейтінбіз. Оған қоса, туыстар онша көп емеспіз. Бәріміз ескі колхоз құрылған кезде еншілеп берген үй іргесіндегі жерлерге иелік етеміз. Сондықтан бір үйдің түтіні басқа үйлерді де аралап кетеді. Жамандық жақсылығымыз ғана емес, оразадағы арапамызда, сиырымыз бұзауласа қайнатқан уызымызда бір. Тандыр салсақ та, киіз бассақ та, ұра ашсақ та, көмір түсірсек те, бәріміз бір кісідей жұмыла қаламыз. Сол абаларымның бірінің қазасы туралы суық хабар жеткенде, мен Бішкектен Дубайға жол тартпақшы едім. Ауылдағы кәріліктен құлағы бірде естісе, бірде естімейтін әкеме телефон шалсам. Жолыңнан қалмай бара бер, балам, сен келгеніңмен, абаң тіріліп келе қоймас деп кесіп айтты. Фирманың шаруаларын бітіргенімше әйелімді де, балаларымды да дем алдырып келейін деп өзіммен бірге алып шыққанмын. Өрекпіп алған балаларым қалар емес. Кете бердім. 12 күн жүріп, Бішкекке келген едік. Фирманың иесі, шеф, ұшаққа билет алып қойған екен. Алматыға барып, ол жерден Бангкокқа ұшып кеттік. Ары Пхукетке демалыс орындарымен туристерді алып баруға келісім жасап, тағы бір айдай жүріп қалдым. Сөйтіп туыс абамның 40-да өтіп кеткен соң, уақыт тауып, ертемен ұшаққа билет алдым да. Сол күні намазшамда қайтатын болып ауылға қарай жол тарттым. 90-ға иек артқан әкем мен анамның алдына келген базарлығымды тастап, нан ауыз тиіп, бір көрініп кетейін деп марқұм абамның үйі жағына бет алдым. Жеңгем жалғыз өзі қораның төбесіне қара қағаз жайып жатқан екен. Мені көзі шалғаннан ақ сатының 2 баспалдағын бірден аттап желдей ұшып түсті де. Лай-лай болған көйлегі және қолдарымен жүгірген бойда үйіне сүңгіп кетті. Мына жеңгеме не көрінген? Маған көңіл айтуға кеш келді деп ренжіп, есігін тарс жауып алмасын деген ой сап етті. Бекер обалы не? Мен бұл үйге қанша рет келсем де, сонша рет 2 бетімнен сүйіп, айналып толғанып, садаған болып тосып алушы еді. Бұл жолы. Сол арада үй ішінен жеңгемнің маған етене таныс, бек таныс дауысы естілді. Анықтай болған қар бетінде қып-қызыл болып айқан жатады. Қияға жетпей құлаған. Қайраным-ай, көрде жай жатады. Мен сонда ғана жеңгем менен бұрын кіріп Құран оқытуға келгендерді сыртқа шықпай, үйдің ішінде жоқтауын зарлатып қарсалатын байырғы салтты сақтап отырғанын түсіндім. Қара орамал, көк көйлек киген жеңгемнің бұл кейпі маған өте оғаш көрінді. Басқадан күтсем де, осы жеңгемнен күйеуінің қазасына осыншалықты күйініп, осындай зарлы жоқтау айтады екен деп күтпегенім рас. Аузым ашылып қалды. Ақырын басып жеңгеме жақын таянып, жоқтауын тоқтатса, Құран бағыштайын деп тұрып қалдым. Жеңгем жоқтауын тоқтатар емес. Қайта одан әрі үдетіп, мұңды даусымен мені одан сайын таңғалдыра жоқтауын аңырата берді. Ақша бір қардың бетінде алшадай болып ойқан жатады. Асуға жетпей адасқан. Асылым көрдей жай жатады. Жеңгемнен мұндай жоқтау күткен емеспін дегенімнің де себебі бар. Ол кезде жеңгем Фрунзеде, Жемпетте, музыкалық факультетте оқыған екен. Әбден жақсы оқыпты. Кейін альбомынан көптеген суреттерді көрсеткен, курстастарының ішінен танымал әншілер. Тіпті халық әртістері, еңбек сіңірген қайраткерлер де шығыпты. Солардың суреттерін альбомнан ашып көрсетіп жатып, үнемі ауыр күрсініп қоятын. Суреттердің арасында әскери киім киген бір жігіттің де суреті болатын. Оған ерекше бір сүйіспеншілікпен қарайтын еді. Кейін әлгі альбом абамның қолына түсті де, абам оны тандырда лаулап жанып жатқан темекі паясының арасына паршалап тастап жіберген. Сол кезде мен қарап тұрған едім. Үйленгенімен әлі балалы бола қойған жоқ еді. Абам әдеттегідей, апам айтпақшы атауын ішіп келіп тандырға от жағып күйбеңдеп жатқан жеңгемнің қолынан көсеуін жұлып алып, әй-шәй жоқ арқасынан қойып қалды. Байғұс келіншек қорыққаннан үрейі ұшып қалшиып тұрып қалған еді. Лай жағылған шәпкісін басынан жұлып алып, таластағыңды сағындың ба деп келекете бастады. Мен қаршадай баламын.
Нан илеп жатқан абамның анасына жүгіріп бардым. Келінне жаны ашыған қайын енесі қамыр қолымен атып шыққанда. Баласы анасында көзге елмей, бұл жалап таластық жігітін сағыныпты деп тағы тап бергенде, анасы араша түсе қалып. Жеңгеме андағаны сол еді, жеңгем біздің үйге қарай безе жөнелді. Сол жеңгем сол күйеуіне арнап қазір менің алдымда жоқтау айтып отыр. Жеңгемнің дауысы өте жағымды екен. Бірақ абам оған бір мәрте де ән айттырмады. Адамдардың айтуынша ауылымыздың басында тұратын әкесі де, анасы да жақсы ән салады екен. Қызы да мектепте ән хор үйірмелеріне, байқау сынақтарға қатысып, ойын-сауықтан шет қалмаған. Фрунзеге дейін ән шырқап барып, теледидарға да шыққанын ауылдықтар тамсана айтып жүретін. Сол жақта дауысын бір танымал әнші ұнатып, жемпетке түсуіне ұсыныс жасайды. Содан оқуға қабылданған көрінеді. Таластық бір әскери жігітпен танысып, хат алысып, бір-екі жолы Алатауға киноға барған. Оның бәрі ауылға басқаша жетіп қаңқу сөзге айналып. Содан 3-ші курсын бітіріп, демалысқа келгенде ата-анасы, туыстары оқуға жібермей, осы абама ықтиярсыз тұрмысқа бергенді. Бір жолы мектептен келіп, анамды іздеп абамдардың үйіне барсам. Үй ішінде жаңа түскен әлгі жеңгем жалғыз отыр екен. Жылаған сияқты. Көздері қызарып кетіпті. Менің сырымды естіп қойса керек. Орнынан атып тұрып, қолындағы альбомын жүктің арасына тыға салды. Мен болсам оны байқап қалдым да, өзімді ыңғайсыз сезініп. Табалдырықтан не ішке аттай алмай, не артқа шегіне алмай мелшиіп тұрып қалдым. Келе ғой, атың кім? Мизам. Мені енді жеңге де, ал мен сені әлгі бала деп тергейін. Көптен бері жиналып қалған қайғысын өзінен сілкіп тастағандай бір сәтте жадырап шыға келді. Содан тағы әлдекіммен қорыққандай жүкке тығып тастаған сурет альбомын алып, маған әр парағындағы суреттер жайлы баяндай бастады. Осыдан кейін мен жеңгем үшін әлгі бала болдым да, жеңгем мен үшін жақын адамға айналды. Арада сырғып ақ беймаза жылдар өтіп, жаратқан арттарында тұяқ қалсын деп абам мен жеңгеме 4 бала, маған 2 бала берді. Міне, енді жеңгем жоқтауын тоқтатпай, жанында әлгі баласы жеңгесінің арманды жоқтауының аяқталуын күтіп отыр. Беренім 5 түлік құстай ұшушы едің ей. Бүркітім, сен адамзаттың асылы едің ей. Әлгі бала белінен сынып 5 түлек ей. Бүрісіп өлді бүркітім. Бүркітімнен айырылып, әлгі бала. Ой, менің келмеске кетті, ай күнім ах, ей. Өз құлағыма өзім сенер емеспін. Қайдағы берен, қайдағы бүркіт. Өмір бойы әңгір таяқтың астында алқаш күйеудің азабын тартып. Бар өмірі зая болған, беттері әжім-әжім, белі иілген. Аяғын сүйреп басқан ақ шашты жеңгем осылай жоқтауын жырлап отыр. Күйеуі олай-бұлай боп кеткен жағдайда жоқтау айтпақ түгіл, бір күнде қара киіп аза тұтпайтын шығар деп ойлаушы едім. Жеңгемнің абамнан көрген қорлығын есіме алған сайын. Сырттан абам мен жеңгемнің үлкен ұлы келіп жаныма отырғанын байқамайда қалған екем. Қарасам әлі отыр, қолын ұсынып ыржиып қояды. Ой, осы бала азап тартты. Өзі ғана тартпай, анасында өмір бойы азапқа салып келеді. Бара жатқан жерінде құлап, беті басы қанап, аузынан ақ көбік ағып жатып қалады. Оң қолы, оң аяғы қимылсыз, тамақты сол қолымен жалмап жегенде, 10 күннен бері аш қалған ба деп адам шошиды. Бір жолы кешкі дастархан жайылып тамаққа енді отырып жатқан едік, есік сарт етіп ашылып, ойбайлап жылап еңіреген жеңгем кіріп келді. Артынан абам есіктен кіре сала, ішінен теуіп жіберді. Әкем орнынан атып тұрып, абамның желкесінен бір қойды. Есек? Адам емес, ит. Аяғы ауыр әйелге көтерген қолың сынсын. Аяғың үзіліп түссін. Әкемнің мұндай қаһарға мінуін бірінші рет көруім. Мас абам, ашу басылды ма, артына шалт бұрылып, жеңгеме қарап. Екінші үйге келсең, соямын. Ұқтың ба, соямын.
Шешеңді, деп шығып кетті. Тамағымыз жайына қалды. Әкемнің жүрек талмасы ұстап, анам біресе әкеме дәрісін беріп, біресе жеңгеме бірдемелерді ішкізіп, көгерген құрсағына майсылап, үйіміз бір заматта тозаққа айналды. Ертеңіне жеңгемді доқтырға алып кеткен апам, 5-ге жетпей келіп қалды. Көңілсіз ғана кірді. Босанды деді. Мына балам екеуміз ғана қалдық деді. Жанымызда бір тізерлеп отырған үлкен баласын көрсетіп, осы ұлымды ептеп үйлендіріп алсам, әкесінің қара шаңырағына ие болып қалса, мен де абаңның жанына кетер едім. Небір алқалы жиындарда, небір бизнес форумдарда, халықпен кездесулерде сандуғаштай сайрағаныммен, жеңгемнің алдында тілім байланып бір сөз айта алмай отырғаныма өзімді өзім жек көріп кеттім. Әлгі бала шыжбы жасап жіберейін, деп жеңгем орнынан қозғалмақшы еді. Мен: жеңге, әуре болмаңыз, қазір қайтадан әуежайға жетуім керек дедім. Неге мұнша асығып? Жұмыс қой, жеңге. Арнайы абаңызға келдіңіз бе? Келмей-ақ қою керек еді. Молдалар да арақтан өлгенге жаназа бұйырмайды деп жаназаға келмей қойды. Басқа ауылдан молда алдырдым емес пе? Бұл жайында аз ғана хабарым бар еді. Бір ауылдасым айтып берген. Әдейі мені көзіме шұғылғысы келіп айтқан. Енді тұрайын деп жатсам, жеңгем байқап қалып, ұлына: абаңа нан алып кел, ауыз тисін, деді. Ол маған бір бүтін нанды қолтығына қысып алып келе жатқанда. 2 қадамдай қалғанда бірдеме дегендей болды да. Кенет шалқасынан құлап, беті аузы қалтырап дірілдеп, аузынан апақ көбік ағып, 2 аяғымен аспанды тепкілеп жата қалды. Мен шошып кеттім. Денем тітіркеніп, жүрегім зырқ ете түсіп, аузыма тығылды. Анасы оның үстінде бәйек бола қалды да, маған жалынышты қарап: біз өзіміз, әлгі бала. Сіз бара беріңіз. Жұмыстан қалмаңыз, деді. Мен асыққан бойда жолға шықтым. Жол бойы құлағымнан жеңгемнің жоқтауы кетпей, жаңғырып естіле берді. Қырғыз тілінен аударған Гүлнұр Қыранбайқызы.